Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіз. Біз бүгін сүзбелі чизкейк дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 2 стакан ұн, 50 грамдай қант, 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 150 грамдай сары май немесе маргаринімізді үкіштен өткізіп, қолмен жақсылап үгітіп аламыз. Осының барлығын біріктіру үшін 1 жұмыртқа және 50 грамдай сүтімізді құйып, жүп-жұмсақ қамыр илейміз. Осы қамырымызды 10-15 минут демалтамыз. Енді салмасын дайындайық. 400 грамм ірімшікке 130 грамдай қант, 200 грамдай қаймақ салып, оның үстіне 1 жұмыртқа және блендердің көмегімен жақсылап араластырып шайқаймыз. Миксермен де пайдалануға болады. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі үлкен, бөлігі кішкентай. Кішкентай бөлігін біз форманың жан жақтарына жақсылап төсейміз. Оқтаумен жақсылап ісіп, формаға саламыз астына. Шанышқымен жан жақтарын дұрыстап әдемілейміз. Үстіне қоспамызды құйып, әртүрлі жеміс-жидектер салуға болады. Сонда оның дәмі одан да керемет болады. Менде міне қарақат, оның әрқайсысын салып, әдемілеп реттеп, духовкамызға 180 градуста 40-45 минутқа қоямыз. Уақыт өткеннен кейін пирогымыз дайын. Өте оңай дайындалады, тез. Формамыздан алып, тоңазытқышта 1-2 сағат ұстауға кеңес беремін. Менің пирогым қазір ыстық, бірақ кесіп көрейік. Өте жұмсақ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл пирог өте пайдалы, өйткені құрамында өте көп кальций бар. Каналыма тіркеліңіздер, сау болыңыздар.